Біздің жерлесіміз Ұлытау ауданы Сарлық ауылының тумасы, батыр, жазушы Баубек Бұлқышев. Баубек Бұлқышев небәрі 28 жыл ғана өмір сүрген. Сол аралықта Баубек бірнеше еңбектер, бірнеше жазбалар, бірнеше мақалаларын жас ұрпаққа жазып кетті. Баубек Бұлқышев 1940 жылы әскер қатарына шақырылады. Ал 1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс басталған уақытта Баубек әскерде жүрсе де соғысқа өзі сұранып, сол соғысқа қатысады. 1942 жылы қан майданда жүрген Баубек Бұлқышев соғыста жүрсе де еліне мақалаларын, жазбаларын, материалдарын газет беттеріне жазып қалдырып отырған. Өкінішке орай 1944 жылы Баубек Бұлқышев соғыс кезінде қаза табады. Ол жылы Украина жеріне Баубек Бұлқышевті жерлейді. Баубек Бұлқышев соғыста жүрсе де бір қолынан қаруын, бір қолынан қаламын тастамаған тұлға.